Дәстүрлі түрде жалғасын тапқан форум әкеге қарап ұл өсер деп аталды. Жиынға парламент депутаттары мен ұлттық комиссия мүшелері, әр өңірдің жергілікті атқарушы органның өкілдері арнайы келді. Ата-аналар қоғамдастығының мүшелері мен түрлі саланың көшбасшылары шақыртылды. Әкенің қас қабағы, баланың бас сабағы десек, отбасындағы, жалпы әкенің қоғамдағы рөлі қандай болмақ? Бос сөз емес, қоғамдағы түйткіл мәселелердің шығу жолдарын, сондағы әкенің рөлін соны ортаға салады деген үлкен үміттеміз. Отбасы және дін, ерекше балалардың ерекше әкелері, балаларға спорттық тәрбие беру, мектептерде әкелер кеңесін дамыту сынды түрлі тақырыпта сөз алған спикерлер өз ойларын ортаға салды. Бақытты отбасы құрудың басты қағидалары талқыланды. Әкелердің жалпы мақсаты не? Отбасындағы. Менің өзімнің ойым, әкелердің мақсаты әйелдерін бақытты ету. Егер әйел бақытты болса, отбасы бақытты болады. Әйел бақытты болса, балаларымыз бақытты болады. Әйел бақытты болса, әлем бақытты болады. Форумда қоғамның пікірін білу үшін жүргізілген зерттеуде назарға ұсынылды. Зерттеу қорытындысы бойынша отбасы институтын қалыптастыруға бұқаралық ақпарат құралдары маңызының айрықша екенін көрсетуде. Осы уақытқа дейін зерттелмеген дүниелер көп айтылып жатыр. Соның ішінде мысалға бақыттың рөлі қаншалықты біздің әріптестер қазір отбасы құндылықтарын насихаттап жүр. Бұндай зерттеулер қажет болып тұр қазір. Форумның басты мақсаты ұрпақ тәрбиесі, өскелең ұрпақтың баянды болашағы үшін нақты ұсыныстар әзірлеп, оны іске асыру. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен.